Менің күйеуім бізден шаршаған сияқты ма? Вот обычный день, и вдруг маған айтады, Макон, давай сана екеуің Кореяға барып келесіңдер деп. Корея! Мен деген подросток кезімдегі арманым ғой. Еще 10 күнге барамыз ба, еще қызым мен. Сразу сол күні кетаға тапсырып, келесі күні билет алдық. Отель бәрін броньдап қойдық. Өте волнительно болды. Себебі биылдыққа күйеумен саяхатқа бардым. Сіңілімен Италияға Blackpink'ің концертіне де барып келдім. Бірақ қызыммен саяхаттың орны бөлек қой. Екеуміз алғаш рет тек өзіміз шетелге шықтық. Тек қыздар болып. Сөйтіп 9 күнге чат GPT-ме отырып маршрут құрып алдым ұшақта. Түсе салып, эмоциямызда шек болмады. Отельге орналасып алдық та бірден қаланы аралауға шықтық. Блин, бұл сезімді жеткізу мүмкін емес. Сыртынан нормальный көрінсең де ішіңнен «Мы смогли!» деп айқайлап қуанып жатқан бір қыз ғой. Бәрін түсіріп жүрдім. Енді контент жасау менің негізгі жұмысым ғой, білесіңдер. 3-ші жыл қатарынан осы блогымнан плюс 100 миллион жасадым. Сонда да қыздар, күйеуіңнен саяхатты сыйлық қалған ерекше сезім екен. Шымкенттен шыққан бүкіл стереотипті бұзып, екі ұлмен үйде сендер қыдырып келіңдер деп қалған. Біз деп таңның кешке дейін жұмыс істеп жүрген күйеуіме алғысым шексіз деп аяқтайын рилсті. Кстати, тіркеліп қойыңдар.